Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода біз сіздермен реакцияның белгілі бір уақыттағы лезде жылдамдығы мен оның бастапқы жылдамдықтарын анықтап, оларды қалай табуға болатынын талдаймыз. Сонымен қатар реакция барысында химиялық реакция жылдамдығының қалай өзгеретінін табамыз. Бұл үшін мысал ретінде бутил хлориді мен су арасындағы реакцияны қарастырайық. Реакцияның теңдеуі бойынша бутил хлорид сумен әрекеттесіп, бутил спирті мен хлор сутек молекуласын түседі. Бұл реакцияның жылдамдығын талдау үшін бутил хлоридтің концентрациясының уақыт бойынша графигі мына жерде көрсетілген. Ал енді реакцияның лезде жылдамдығы не екенін анықтайық. Лезде жылдамдық деген ұғымды сіз физикадан естіген боларсыз. Мысалы, көлік жүргізген кезде көліктің жылдамдығы әрдайым өзгеріп тұрады. Кейбір жерлерде көлік үдеп, жылдамдық артады, ал кейбір жерлерде тежеуге басып, көліктің жылдамдығын біз төмендете аламыз. Егер біз екі уақыт мезетін таңдап, сол мезет арасында позицияның өзгеруін өлшесек, біз көліктің орташа жылдамдығын таба аламыз. Тап солай өткен видеода біз белгілі бір екі уақыт арасында концентрацияның өзгеруі бойынша реакцияның орташа жылдамдығын таба алдық. Алайда көлік жүргізген кезде белгілі бір сәтте спидометрге қарайтын болсақ, онда көліктің сол мезеттегі біз лезде жылдамдығын табамыз. Тап солай реакция үшін белгілі бір сәттегі жылдамдығын біз лезде жылдамдық деп атаймыз. Енді мысалы біз белгілі бір т уақыты үшін лезде жылдамдықты анықтап көрейік. Бұл үшін концентрацияның уақыт бойынша қисығында тап сол т нүктесінде біз жанама жүргізіп, сол жанаманың бұрыштық коэффициенті т уақытындағы реакцияның лезде жылдамдығын көрсетеді. Мысалы, бұл реакция үшін біз бутил хлоридтің уақыт бойынша графигін көріп тұрмыз. Енді 600 секундтағы бутил хлоридтің жұмсалуының лезде жылдамдығын тауып көрейік. Бұл үшін біз математиканы еске түсіріп, бұрыштық коэффициентті қалай табу керек екенін анықтайық. Кез келген түзу сызық сызықтық функциядан туады. Сызықтық функцияның жалпы түрі y тең болады kx плюс b. Мұндағы y бізде тәуелді айнымалы, x тәуелсіз айнымалы, ал x көбейтіліп тұрған шама бұл бұрыштық коэффициент болып келеді. Бұрыштық коэффициент немесе ол түзудің x осімен көлбеу бұрышының тангенсі болып келеді. Ал b бұл y осімен қиылысу нүктесі. Белгілі бір түзу үшін k және b бұл тұрақты шамалар, x өзгерген сайын y-тің мәні өзгереді. Ал енді осы түзудің біз бұрыштық коэффициентін табу үшін сол түзу бойынан бізге екі ғана нүкте керек. Сол екі нүктені таңдап, олардың координаталарын белгілейік. Мысалы, бірінші нүкте үшін оның координаталары x1, y1 болсын, ал мына нүкте үшін координаталары x2 және y2 болсын. Енді бұрыштық коэффициенттің мәнін табу үшін біз осы екі нүкте үшін сызықтық функцияны жазып көрейік. Мысалы, екінші нүкте үшін y2 тең болады kx2 плюс b. Себебі жаңа айтқандай, k және b бұл тұрақты шамалар болып келеді. Бірінші нүкте үшін y1 тең болады kx1 плюс b. Енді осы екі теңдеуді бір-бірінен айырмасын табатын болсақ, бізде b мен b қысқарып, нәтижесінде y2 минус y1 тең болады kx2 минус kx1, немесе біз k-ны жақша сыртына шығара аламыз. Енді осы теңдеуден біз бұрыштық коэффициенттің мәнін таба аламыз. Бұл үшін y2 минус y1-ді x2 минус x1-ге бөлеміз. Яғни бұрыштық коэффициенттің мәнін табу үшін біз осы екі нүктенің y координаталарының айырымын сәйкес x координаталарының айырымына бөлеміз. Сонда бізде түзудің бұрыштық коэффициенті шығады. Сонымен қатар бұрыштық коэффициент жаңа айтқандай бұл осы түзудің x осімен көлбеу бұрышына тең болып келеді. Мысалы, мына түзу x осімен мынандай бұрыш жасайды. Жаңа белгіленген екі нүктені қолданып, біз тікбұрышты үшбұрыш салайық. Тікбұрышты үшбұрышта мына сүйір бұрыш бұл жаңағы осы түзудің x осімен бұрышына тең болып келеді. Енді осы бұрыштың тангенсі, көлбеу бұрыштың тангенсі бізге осы бұрыштық коэффициентті береді. Геометрияны еске түсіретін болсаңыз, сүйір бұрыштың тангенсі бұл қарама-қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы болып келеді. Енді қарама-қарсы жатқан катет бұл бізде көріп тұрғандай y2 минус y1-ге тең, ал іргелес жатқан катет, егер біз оның ұзындығын тапқымыз келсе, ол x2-ден x1-дің айырымына тең екен. Яғни, тап солай, бұл бұрыштың тангенсі, бұл қарама-қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы болса, бұл y координаталарының айырымы бөлінген x координаталарының айырымы. Яғни, жаңағы тап сол нәтиже шықты.
Енді бутил хлоридтің уақыт бойынша қисығына қайтып оралайық. Біз жаңағы 600 секундтағы бутил хлоридтің жұмсалуының лезде жылдамдығын тапқымыз келсе, 600 секундты тауып, мына қисықта, оған осы қисыққа біз жанама түзу жүргіземіз. Енді сол жанамадан екі нүкте таңдайық. Мына екі нүктені. Мысалы, бірінші нүктенің координатасы 800 секунд, және бұл 0,18 мол-литрге тең. Екінші нүктенің координатасы бұл 400 секунд, және шамамен 0,41 мол-литрге тең екен. Енді осы жанаманың бұрыштық коэффициентін табу үшін y координаталарының айырымын x координаталарының айырымына бөлеміз. Сонымен қатар, есіңізде болса, өткен видеода реагенттер үшін олардың концентрациялары реакция барысында кемігендіктен, біз олардың жылдамдықтары үшін минус таңбасын қоямыз. Y координаталары концентрацияға сәйкес келеді, ал x координаталары уақытқа сәйкес келеді. Яғни осы нүктелердің y координаталарының айырымын x координаталарының айырымына бөлу, бұл концентрацияның айырымын уақыт айырымына бөлуіне сәйкес келеді. Енді осы екі нүктенің координаталарын қолданып, бізде мынандай бөлшек шығады. Нәтижесінде бұл 5,175 көбейтілген, оның -5 дәрежесіндегі моль бөлінген литр бөлінген секундқа тең екен. Енді лезде жылдамдық пен орташа жылдамдықтың айырмашылығын көру үшін біз осы 400 және 800 секунд арасындағы орташа жылдамдықты тауып көрейік. Орташа жылдамдықты табу үшін екі уақыт арасындағы концентрациялардың айырымын табу керекпіз. Яғни концентрациялардың айырымын уақыт айырымына бөлеміз. Бұл үшін біз енді жанама бойынан алмаймыз, біз осы график бойынан концентрациялардың мәнін қолдану керекпіз. Осы екі нүктені қолданатын болса, бізде мынандай жылдамдық шығады. Минус таңбасын ұмытпаймыз. 6,120 көбейтілген оның -5 дәрежесі. Енді көріп тұрғандай, көлік мысалына ұқсас, орташа жылдамдық белгілі бір уақыт арасында табылса, лезде жылдамдық белгілі бір мезет сәт үшін табылады. Яғни реакция жүрген кезде реакцияның жылдамдығын көретін спидометр болатын болса, бұл спидометрге 600 секундта қарап, біз мынандай жылдамдықты көреміз. Енді келесі бұл реакцияның бастапқы жылдамдығы. Реакцияның бастапқы жылдамдығы деп біз реакцияның 0 секундтағы лезде жылдамдығын атаймыз. Яғни реакцияның бастапқы жылдамдығын табу үшін біз 0 секундты тауып, 0 секундты белгілейміз, және осы 0 секундта жанама жүргіземіз. Жанама жүргізіп, осы жанаманың бұрыштық коэффициенті бізге реакцияның бастапқы жылдамдығын береді. Тап солай, бұрыштық коэффициентті табу үшін жанама бойынан екі нүктені таңдап, сол екі нүктенің y координаталарының айырымын x координаталарының айырымына бөлеміз. Бірінші нүкте үшін бізде координаталар 0 секунд және 0,1 мол-литрге тең болып тұр. Ал екінші бұл шамамен 200 секунд және 0,60 мол-литрге тең екен. Енді сол нүктелерді қолданып, біз реакцияның бастапқы жылдамдығын таба аламыз. Тап солай, бұл реагент болғандықтан минус таңбасын қолданамыз. Және нәтижесінде бізде 2 көбейтілген оның -3 дәрежесіндегі моль бөлінген литр бөлінген секунд шығады. Бастапқы жылдамдықты 600 секундтағы лезде жылдамдықпен салыстыратын болсақ, реакцияның басында 600 секундқа қарағанда реакцияның жылдамырақ жүретінін көріп тұрмыз, себебі оның жылдамдығы көбірек. Енді реакция барысында химиялық реакция жылдамдығының қалай өзгеретінін бақылау үшін әрбір 50 секунд сайын орташа жылдамдықты санап қарасақ, реакция барысында, яғни уақыт өте келе, біз орташа жылдамдықтың кемитінін көріп тұрмыз. Бұл реакцияның уақыт өте баяулайтынын көрсетеді. Және көріп тұрғандай, реакцияның ең максимум жылдамдығы ол оның бастапқы жылдамдығы болып келеді. Яғни 0 секундтағы жанама түзудің бұрыштық коэффициенті реакция үшін ең жоғары. Және бұл тек қана бутил хлорид емес, барлық реакциялар үшін қолданылады. Енді келесі жаттығу есепті шығарып көрейік. Метил изонитрилдің ацетил нитрилге изомерлену реакция газ фазасында 215 градус температурада зерттеліп, келесі мәліметтер алынды. Метил изонитрил және бұл бізде ацетонитрил. Мынандай изомерлену реакциясы жүреді, және бұл газ фазасында жүреді екен. Метил изонитрилдің концентрациясының уақыт бойынша өзгеруі көрсетілген. А.
бізге 0 және 15 000 секунд арасындағы реакцияның жылдамдығын есептеу керек. Орташа жылдамдықты табу үшін біз осы екі уақыт арасында метил изонитрилдің концентрациясын табамыз. Яғни 0 секундта метил изонитрилдің концентрациясы көрсетілген, және 15 000 секундтағы метил изонитрилдің концентрациясы көрсетілген. Орташа жылдамдық бұл осы уақыт арасында концентрациясының өзгеруін біз уақыт айырымына бөлеміз. Метил изонитрилдің орташа жылдамдығын табу үшін және минус таңбасын ұмытпаймыз, себебі метил изонитрил бұл реагент. Сондықтан біз уақыт айырымы 15 000 секунд минус 0 секунд. 15 000 секундқа сәйкес концентрация 0,100 мыңнан 74. 0 секундқа сәйкес концентрация 0,10 мыңнан 165. Нәтижесінде менде 8,5 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесіндегі моль бөлінген литр бөлінген секунд шығады. Келесі Б. Метил изонитрилдің концентрациясының уақыт бойынша графигін салыңыз. Кейін 5000 секундтағы және 8000 секундтағы лезде жылдамдықты анықтаңыз. Метил изонитрилдің концентрациясының уақыт бойынша графигін сіз дәптерде өзіңіз салып көруіңізге болады. Немесе мен қазір Microsoft Excel программасын қолданып графикті салуын қарапайым жолын көрсетемін. Бұл үшін осы жаңағы кестені мен Microsoft Excel ұяшықтарына көшіремін. Кейін бірінші X осін және Y осін белгілеп, мына жерде бізге графикті таңдаймыз. Мен мына графикті таңдаймын. Енді бұл жерде X осі уақыт секундпен берілген, ал Y ось метил изонитрилдің концентрациясы болып келеді. Енді осы графикті жаттығу есебімізге көшірейік. Бұл біздің графигіміз. Енді 5000 секундтағы лезде жылдамдықты табу үшін біз 5000 секундты тауып, бізде 5000 секунд, 5000 секундтағы нүкте үшін жанама түзу жүргіземіз. 5000 секундтағы лезде жылдамдықты табу үшін осы жанама түзудің бізге бұрыштық коэффициентін табу керек. Бұрыштық коэффициентті табу үшін осы жанама түзу бойынан екі нүктені таңдап көрейік. Мен мысалы мына нүктені алайын және мына нүктені алайын. Бірінші нүктенің координатасы 8000 секунд және 0,2 моль бөлінген литрге сәйкес келеді. Екінші нүктенің координатасы бұл 2000 секунд және шамамен 0,9 моль литр секундқа сәйкес келеді. Енді 5000 секундтағы лезде жылдамдықты табу үшін минус таңбасын ұмытпаймыз. Мен бірінші мына нүктенің координатасын қолданайын. Бұнда Y координаты бізде 0,2 моль бөлінген литр, ал X координатасы 8000 секунд. Аламыз. Екінші нүктенің координаталары Y координаты шамамен 0,9 моль бөлінген литр, ал X координаты 2000 секунд. Менде шамамен 1,17 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесіндегі моль бөлінген литр бөлінген секунд шықты. Келесі тап солай. Енді 8000 секунд үшін лезде жылдамдықты тауып көрейік. 8000 секунд нүктесі міне көрсетілген, және осы 8000 секундта біз жанама түзу жүргіземіз. 8000 секундтағы лезде жылдамдықты табу үшін біз осы жанаманың бұрыштық коэффициентін табу керекпіз. Бұл үшін тағы да екі нүкте таңдаймыз. Мен мына нүктені таңдаймын және мына нүктені таңдаймын. Бірінші нүктенің координатасы бұл 12000 секунд және бұл шамамен алғанда 0,10 моль литрге тең. Минус таңбасы, Y координаты бізде 0,10 моль литрге тең. Мынау бізде шамамен 0,1, мынауның жартысы болып келеді. Енді екінші нүктенің координатасы бұл 4000 секунд және Y координаты шамамен 0,55 моль литрге тең. Менде шамамен
6,25 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесіндегі моль бөлінген литр бөлінген секунд шықты. Енді көріп тұрғандай 5000 секунд үшін бізде 1,17 минус 6 дәрежесі шықты. Ал 8000 секунд үшін лезде жылдамдық 5000 секундқа қарағанда төменірек, яғни реакцияның баяулайтынын көріп тұрмыз. Енді келесі есеп тап солай. Бірінші 0 мен 430 минут арасындағы орташа жылдамдықты табамыз және осы графикті салып 75 минут және 250 минут кезіндегі реакцияның лезде жылдамдығын тауып көріңіз. Сонымен бұл видеода біз реакцияның лезде жылдамдығы мен бастапқы жылдамдықты концентрацияның уақыт бойынша график арқылы табуды үйрендік. Сонымен қатар реакция барысында реакция жылдамдығының төмендейтінін таптық.